Осындай ерекше жиһазымызбен пәтеріміздің таныстыруын бастайық. 3 бөлмелі пәтер, екінші қабатта. Сразу залға қарай өтейік. Бұл бізде залымыз. Жөндеу жұмыстары жақсы пәтерде. Осындай жиһаздар ашық түстес барлығы үйлесімді етіп қойылған. Бөлікте осы залдан өзінің балконына қарай өте аламыз. Залда кондиционер қойылып тұр. Кіреберіс тұр. Бірінші жатын бөлме орналасқан. Өзінің лоджиясына қарай өте аламыз. Жаңадан көрініс осы жастар орталығына қарайды. Кіреберісіміз кең. Видеода да байқалып тұрған шығар. Емін-еркін лайда жүре бересіз. Екінші жатын бөлмеміз. Бұл жатын бөлме бағана біріншісіне қарағанда кең. Жиһаздар пәтер иесімен келісімде түрде қалдырылады. Ас бөлмеміз. Ас бөлмемізде де осындай әдемі ас жиһаздары орнатылған. Бір атап өтер жайт, фильтр қосымша қойылған. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза су ағады. Бұл біздің жуыну тұсымыз, қабырғалары кафель, әжетханамыз. Бұл бөлікке де қосымша фильтр орнатылған. Екеуі көріп тұрсыздар. Біреу жаңа жуынатын тұсқа, екінші әжетханамызға тікелей келеді. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза. Сайын осылай подъездімізді жуып тазартып кетіп отырады. Сол жағалаудан кіреберісінде орналасқан 8-ші номерлі үйіміз. Барлығы жақын. Мына тұста жастар орталығы, Зерде аптекасы бар. Болашақ университеті. Мына үйіміздің дәл артқы бөлігінде Қызылорда супермаркеті бар. Балабақша, мектеп барлығы қарастырылған. Үйдің ішкі ауа көрінісі осындай, ауласы тап-таза көріп тұрсыздар. Есік алдында осындай скамейкалар мен урналар қарастырылған. Мына бөлікте ойын алаңқайлары. Чуть әрі жүрсеңіздер, көлік қоятын тұрақтар барлығы қарастырылған. Көлік қоятын орынға өзіне жеке бөлек ана тұста көріп тұрсаңыздар, камера орнатылған. 24/7 бақылауда. Әр осындай подъезде өзінің жеке қосымша камералары бар. Еш уайымсыз үйіміздің ауласында жүре берсеңіздер болады. Өте жақсы бағада үлгеріп қалыңыздар.